Мен студентпін, бірақ менде сабақтан да басқа өмір бар. Почему вы всегда о учебе спрашиваете? Мен студентпін, мен тек даяршы ғана болып жұмыс істемеймін. Мен студентпін, бірақ iPhone үшін ақшаны өзім тапқам. Мен студентпін, бірақ мен айдағанға көнетін мал емеспін. Конференцияға барғым келмесе бармаймын. Және де мен сессиямда ақша шабамын. Өйткені пара беру дұрыс емес деп ойлаймын. Мен студентпін, бірақ мен ол әлі кішкентай ғой емеспін. Мен 20-дамын. Мен студентпін, бірақ ата-анамнан ақша сұрамаймын, өз ақшамды өзім табамын. Мен студентпін, бірақ академ алу үшін жүкті болудың қажеті жоқ. Мен студентпін, бірақ бірде бір клубта болмағам. Мен шетелдік студентпін, бірақ Қазақстанға оралғым келеді. Мен студентпін, бірақ кішкентайлардан ақша алып, үлкендерге ақша беріп көрген жоқпын. Универ көш емес. Мен студентпін, және менің өз еркіндігім бар. Яғни мен де қателесе аламын. Мен студентпін, және мұғалім де қателеседі. Мұғалімнің қателігін айту құрметсіздік емес. Мен студентпін, және мен феминистпін, және феминист деген сөздің мағынасын білемін. Мен студентпін, және менің өз ойым, өз позициям және өз ұстанымдарым бар. Мен петиция жазалап, және менің сөзім ескерілу керек. Мен студентпін, және мамандығым режиссура. Алайда маған анимация жасау, сценарий жазу өте қатты ұнайды. Сондықтан мен әлі де таңдауым бар. Мен студентпін, және бірінші курстан бері өз мамандығым бойынша жұмыс істеймін. Емтиханның алдындағы ұйқысыз түндер мен туралы емес. Тапсырманы ертерек те жіберуге болады. Ол қиын емес. Мен студентпін, және саяхаттағанды жақсы көремін. Бұл мүмкін. Мен студентпін, және мен ерігіп жүрген жоқпын. Маған шаруаларын бере бермеңдерші. Мен студентпін, және менің хоббим ол менің жұмысым. Мен студентпін, және оқуымның ақшасын өзім төлеймін. Мен студентпін, және үлкендерден де көп ақша таба аламын. Және мен ірі проекттарды бастай аламын. Өйткені бәрі менің қолымда. Студент деген ол тұлға, еркін тұлға. Оның да барлық адамдар сияқты өз құқықтары бар. Студент деген терминатор. Студент это тот, кто вправе ошибаться. Студент кім? Ол тапқан ақшасын бір-ақ күнде қырып тастайтын адам. Студент ол өзіне жетпесе де айналасындағы адамдардың бәріне көмектескісі келетін адам. Құрметті студенттер, қателесуден ешқашан қорықпаңыздар. Сіздердің таңдауға әрқашан құқықтарыңыз бар. Это типа не стемнуло. Мен студентпін, және оқуымның ақшасын өзім төлеймін. Айбы! Айванай!